Ал Талғат, студент атанғаныңыз құтты болсын. Оқуда озат болып ата-анаңыздың үмітін ақтай беріңіз. Осы жасқа келіп, студент болуыңыздың бір себебі бар шығар? Кезінде оқи алмадық. Студент болу арманым болды. Міне солай. Сіз қай жақтан келдіңіз? Монголиядан келдім. Мен сізді үй жалдап тұрама деп ойлағам ғой. Жатақханасын бәрін көрейіктен. Әй көке, бірақ бұл хабар жеңгемізге оңай болмаған шығар, е? Жоқ. Енді көрші. Сен маған мұның бәрін қайтып айтып тұрсың, е? Жастармен жүру қызық емес шығар, е? Қызық? Жастармен жүрсең жасарасың. Әйтпесе ауылда жүрген адам едік қой біз. Экономика дегеніміз, мінеке айтайын. Орыстар кризис дейді. Маған әңгіме айтпаңыз. Нақты сабақты айтыңыз. Сол ғой, сол неме. Ақырен айдандырып келе жатырмын. Бір айдың ішінде 13 рет екалсыз. Бұл масқара. Ой, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Қойыңыз бесіңіз. Отырыңыз. 2. Жаман сөз ол, айтпандай. Соңғы сабақтан қашып кеткеніңіз не, я? Жасыңызда ұят емес пе? Алдындағы жүрген студент көкелердің осысы ма? Ойбай, ағам, мынауыңыз не? Кешке дейін Қытайдың лапшасын жей бересіңдер ме? Дұрыстап тамақ жасап жүрсеңдер.